Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан шығатын банан қосылған мокрый пирог дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі жақсы көтерілетін болады. Сіздер де жасап, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ендеше бізге керекті заттарымыз: 2 жұмыртқа, сұйық май, айран, разрыхитель, ұн, қант. Енді бізге керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бірінші айранға ас содасын салып, екеуінің арасындағы реакцияны күтеміз. Яғни екеуін араластырған кезде бізде реакция пайда болады. Егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Айранымызда осындай реакция пайда болу керек, көтеріліп, енді кезекте қантымызды, оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше, аппақ көпіршік болғанша жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бұл пирогты жасауға бізге ешқандай да миксер керек емес. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Жақсылап араластырып болған соң, жаңағы дайындап алған айранымызды құйып, тағы да бір-біріне сіңгенше жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Жақсылап араластырып болған соң, ендігі кезекте сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Егер үйде аз ғана сгущенка болса, осылай 1-2 ас қасықтай сгущенка қосып жіберсеңіздер де болады. Жақсылап араластырып болған соң, електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Бір бөлігін салып болған соң, үстінен разрыхителімізді салып, жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Тағы да ұнымызды 3 бөлікке бөліп саламыз. Бірден барлығын салып жібермейміз, болмаса біздің пирогымыз қатты болып көтерілмей қалады. Осылай кезек-кезек ұнымызды салып, венчиктің көмегімен түйіршік қалдырмай жақсылап араластырып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, ең соңында үстіне 1 банан, немесе көп болғанын қаласаңыздар 2 банан осылай турап жібересіздер. Турап барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, пешімізді 180 градуста қыздырып, қызып болған соң 170-ге қарай градусын түсіріп қоямыз. Осылай пирогымызды салып, ыдысымызға 180 градуста 50-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Пешімізден алып, пирогтың піскен-піспегенін тексеретін боламыз. Осындай таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Егер кебу шықса, пісті деген сөз. Пирогымызды формамыздан суымай жатып шешіп алмаймыз. Міндетті түрде суығанша күту керек. Міне біздің пирогымыз суыды. Енді сіздерге кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, жақсы көтерілген. Сіздер де міндетті түрде жасап, өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісіп кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Сау болыңыздар.